10-шы А сынып оқушысы Айтмағамбетов Аружан экономикалық даму кезеңіндегі Африка экономикалық кеңістік ғаламдық орталықтар жартылай периферия және периферия болып үшке бөлінеді. Ғаламдық орталықтарға біз қазіргі таңдағы дамып кеткен елдерді жатқызсақ, жартылай периферияға дамыған елдерді, яғни дамып келе жатқан елдерді, ал периферияға дамушы елдерді кіргізе аламыз. Периферия елдерінде табиғи ресурстар саны аз және де олар кейбір дамыған елдердің көмегіне өте мұқтаж. Периферия елдердің қатарына біз Африкадағы Бурунди елін кіргізе аламыз. Оның халқы 10 миллион адамды құрайды. Бұл ел Конго Демократиялық Республикасынан кейінгі ең кедей 10 елдің бірі болып табылады. Екінші бұл Гвинея елі. Гвинея елі Батыс Африкадағы ең кедей ел қатарына кіреді. Үшінші бұл Африкадағы Мозамбик елі. Үнді мұхитының жағасында бұл кедей елдердің бірі. Халықтың 70% кедейлікте өмір сүреді. Көріп отырғанымыздай, бұл елдің қалалары да дамыған елдердің қалаларынан әлде қайда ескі, әлі де даму үстінде.